Сәлем достар, бүгінгі біздің пісіретін тәттіміз шоколад қосылған американдық печенье. Өте оңай әрі тез дайындалады. Бізге керек жұмыртқа, қант, сармай, шоколад, ұн, шым-шым тұз, жүгері крахмалы және де қамыр қопсытқышы. Шоколадтың кез келген түрін қолдана берсеңіздер болады. Бөлме температурасында тұрған сармай мен қантты біркелкі масса болғанша венчикпен араластырамыз. 3-4 минут араластырсаңыздар да жетеді. Қанттың толықтай ерігенше араластыру міндетті емес. Массамызға 2 жұмыртқаны қосып араластырамыз. Бөлек ыдыста ұн, қамыр қопсытқышы, жүгері крахмалы, шым-шым тұзды араластырамыз. Жұмыртқалы массамызға ұнды араластырамыз. Ұнды 2-3 бөлікке бөліп салған жөн, өзімізге ыңғайлы болуы үшін. Басында венчикпен араластырамыз. Венчикпен араластыруға ыңғайсыз бола бастағанда қолмен араластырып бастаймыз. Жұмсақ қамыр илеуіміз қажет. Біркелкі масса болып иленген қамырымызға шоколадты қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын, осындай әдемі, біркелкі, жұмсақ масса болуы қажет. Печеньенің тестасын осындай пищевой пленкаға орап, 15-20 минутқа холодильникке салып қоямыз. 15-20 минуттан кейін тестадан видеода көрсетілгендей кішкентай бөлікті бөліп алып, домалақтатып, противеньге қойып, үстінен кішкене ғана басып жібересіздер. Егер де сіздер жұмсақ әрі үлкен печенье қаласаңыздар, онда үлкендеу шарик жасайсыздар. Менің отбасыма осындай кішкентай қытырлақ печеньелер ұнаған соң, осындай көлемде істедім. Енді печеньеларды 180 градуста 10-15 минутта пісіріп аласыздар. Міне, осындай әдемі, дәмді американдық печеньеларымыз дайын болды. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер, небәрі 10 минут уақыттарыңыз кетеді, отбасыларыңыз баға береді деген ойдамын. Қараңыздар, қандай әдемі, ең оңай рецепт 10 минутта дайындалады. Ортасын қараңыздар, шоколады қандай күшті, ауызда еріп кетеді. Лайк, подписки ұмытпаңыздар. Рахмет.